Сонымен Елші Андрей бізді елшілік ғимаратына шақырып 9 үстінде 9 сұраққа жауап бермек ниет танытқаныңызға көп рахмет. Сұхбаттасушым өзіңіз болған соң, ойындағы алғашқы жүрісті де өзіңіз бастаңыз. Көп рахмет, Ердана. Нидерланд төмен жатқан жер дегенді білдіреді. Көпшілік кейде Голландия деп те атайды. 17 миллион халқы бар, ал велосипед саны 22 миллион. Жер көлемі жағынан 131 орында, ал экономикасы әлемдік тізімде 17 орында. Үздік экспорттаушы ондықтың қатарында. Азық-түлік, ауыл шаруашылығы, ауыр және жеңіл өнеркәсіп, металлургия, химия, туризм және қызмет көрсету бойынша алдыңғы шепте. Бір құмалақты тастап жүруді ұмытпаңыз. Міне, осылай. Алғашқы сұраққа көрсек, сіз үшін қайткенде күн сәтті басталады? Әр таңды иттерім бол-бол және қарагүлмен серуен құрудан бастағанды жаным сүйеді. Нидерландтың Қазақстан үшін ең үлкен тікелей инвестор екені көпшілігімізге мәлім. Айтыңызшы, сонша қаражат құятындай, ең ірі инвестор болатындай Қазақстан несімен баурап алды? Мен үшін Қазақстанның даму жолы ең сәтті кейстердің бірі. Соңғы 30 жылда қарыштап өсуіне бүкіл әлем куә. Әрине, прогрестің қарқынды болуына табиғи қазба байлықтың мол қоры да әсер етеді. Мұнай мен газдың бар болуы бөлекте, оны дұрыс бағытта жұмсай алу тағы бір бөлек дүние. Меніңше, Қазақстан мұны жүзеге асырудың тиімді жолдарын табуда табысты болды. Солардың бірі Нидерландтық компаниялармен жақын ынтымақтастық құру десем артық емес. Сіздердің тараптан құйылған инвестиция көлемі 1991-2019 жылдар аралығында 90 миллиард ақш долларынан асқан. Қазір одан да көбейген. Ол ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр? Сіз айтқан уақыт аралығындағы ақша көлемі көбінде мұнай, газ және өзге де пайдалы қазбаларды өндіру саласына жұмсалған. Қазір заман талабы өзгерді. Қазақстан да экономикасын түрлендіруді қолға алды. Соған сай назар ауыл шаруашылық саласына көбірек бөлініп жатыр. Кең байтақ жердің потенциалына артылған үміт көп. Бұл салада Нидерландтан асқан әріптес болмас. Мысалы, қазір Алматы облысы Талғар ауданындағы Dutch Fruit Solution Қазақстан атты жеміс өсіру жобасы сәтті жұмыс істеп жатыр. Алма, алмұрт және өзге де жемістердің жаңа түрлері өсіріліп, дамытылып, жақсы нәтижесін беріп жатыр. Нидерландты Қазақстан үшін ең үлкен инвестор етіп тұрған ел үкіметі емес, ондағы жеке компаниялар. Біздің елде 100-ден аса нидерландтық компания жұмыс істейді. Жыл сайынғы тауар айналымы 4 миллиард еуроны құрайды. Соңғы 5 жылда қызғалдақтар елінен 30 миллиард еуро көлемінде инвестиция келген. Дәл осы аралықта ақштан 18 миллиард, Қытайдан 5 миллиард еуро құйылған. Маңызды серіктес. Сіз 2019 жылдан бері осы дипмиссияны басқарып келесіз. Сол уақыт аралығында екі ел қарым-қатынасының ең үлкен жетістіктері деп нені айтар едіңіз? Экономикалық ынтымақтастықтан бөлек, адам құқықтары мәселесіне көбірек көңіл бөліп жатырмыз. Күрделі дүниелер көп. Десек те орталық билік өкілдерімен ашық әріптестік орнатып, біраз жобаларды жүзеге асырдық. Солардың бірі Capstone жобасы. Қазақстандық студенттердің адам құқықтары мәселелерін зерттеуге көмектесетін бірегей платформа. Халықаралық және жергілікті эксперттердің тәлімгерлерімен бір тақырыпты терең зерттеп, нәтижесін конкурсқа ұсыналады. Ең мықтысы, Нидерландқа барып, біліктілігін арттыруға мүмкіндік алады. Бұл жобаны осымен 5 жыл қатарынан Қазақстанның 5 өңірінде бірдей өткіздік. Адам құқықтары бойынша уәкіл Эльвира Азимова осы жобаны қолдап, Қазылар алқасының мүшесі болды. Нидерландта кең таралған, бірақ Қазақстанда сирек кездесетін, осыны Қазақстанда да дамытса жақсы болар еді деген топ 3 дүниені айтсаңыз.
Ең әуелі шағын және орта бизнестің көптеп дамуы. Қазақстанда ол жоқ демеймін, бірақ тиісті мөлшерде әлі дамымаған. Нидерландта отбасылық кәсіп кең таралған, әрі дәл сол шағын кәсіпкерлер ел экономикасының негізі, қозғалтқышы болып отыр. Екіншісі, қоршаған ортаға байланысты. Нидерландта велосипедті жиі қолданамыз. Осында да жиі қолдануға тырысам, бірақ велосипед жолақтары әрқашан ыңғайлы емес. Кейбір жолақтар өзара байланыспай қалған. Нидерландта ондай жүйе жақсы құрастырылған. Инфрақұрылымды жасау бойынша үздік тәжірибелерімізбен де бөлісе аламыз. Сондай-ақ жануарлардың құқықтарын айтар едім. Біздің парламентте жануарлар құқығын негізге алатын партия да бар. Ауыл шаруашылығын дамытып отырған ел ретінде бұл аса маңызды. Жануар деп қана қарамай, олардың да тіршілік иесі екеніне назар аудару керек. Олардың өмірі біздің қолымызда, біздің жауапкершілігімізде. Табиғатты аялау, құрмет көрсету дамыған өркениетті елдің бір сипаты. Қазақстан-Нидерланд қарым-қатынасындағы негізгі фейк ньюс деп нені атар едіңіз? Нидерланды туралы есірткіге қатысты бір қате түсінік бар. Жеке қолданысқа жұмсақ есірткінің тек аз мөлшері ғана рұқсат. Есірткіні саудаға айналдыруға түбегейлі тыйым салынған. Адамдар сол үшін абақтыға жабылады. Шектен шыққан есірткі айналымын құрықтау біздің күн тәртібіндегі үлкен мәселе. Ал енді медиа әлеміндегі жалған ақпараттарға көшсек, мысалы, америкалықтардың Алматыдағы лабораторияға байланысы бар жоқтығына қатысты фейк ньюстың шыққаны көпке мәлім. Қазақстан-Нидерланд басылымдарында да осындай түсініспеушіліктер бар ма? Өкінішке қарай басылым беттерінде Қазақстанға қатысты кейбір түсініспеушіліктер әлі де бар. Кейбір дерек көздерде Қазақстан Ресейдің бір бөлігі ғана немесе қуыршағы деген ескі жырға қайта-қайта сала береді. Осы жағдайды болдырмас үшін біз елшілік ретінде Қазақстан жайлы дұрыс ақпарат таратуға тырысамыз. Қазақстанның заманауи тәуелсіз ел екенін, ел президентінің реформашыл саясаткер екенін атап өтеміз. Ынтымақтастығымыздың дамып жатқанын да айтудан жалыққан емеспіз. Рахмет, сұхбат соңына таяп қалғанда сіздің ұпайыңыздың көп екенін байқап отырмын. Тоғызқұмалақтағы алғашқы жеңісіңіз құтты болсын. Көрермендерімізге айтар ойыңыз болса, мархабат. Камераңыз мына жақта. Сұхбатымызды көріп отырғандарыңызға көп рахмет. Нидерланд жайлы көбірек білгілеріңіз келсе, интернетте ақпарат көп ақ. Алайда көп естігеннен бір көрген жақсы. Қыдырып келіңіздер, білім алуға бізді таңдаңыздар. Есігіміз айқара ашық. Көп рахмет. Көп рахмет сізге.